Кешкі асқа өте дәмді тамақ пісіреміз. Ең алдымен гарнирге күріш пісірдім. Содан соң Рокос Фиштан алған семга стейктерді бір-бір жуып, оларды салфеткамен кептіріп алғаннан кейін духовкаға арналған осындай әйнек ыдысқа, оның үстіне тұз бен бұрышты сеуіп, балықтарымызды салып, екі бетін аунатып аламыз. Тұзы мен бұрышы жақсы сіңуі керек. Келесі кезекте балықтардың бетін фольгамен жауып, духовкаға шамамен 15-20 минуттай уақытқа жібереміз. Балық пісіп жатқан уақытта подливкасын жасаймыз. Зәйтүн майын құйып, жуаны жақсылап қуырамыз. Түрлі түсті тәтті бұрыштарды және қызанақты турап аламыз. Жуа біраз қуырылғаннан соң үстіне қызанақты салып біраз қуырамыз. Соңында тәтті бұрыштарды салып шамамен 5-10 минуттай қуырып аламыз. Татымына қарай тұз бен бұрыш қостым. Ал енді дайын болған тамағымызды тарелкаға саламыз. Гарнир күрішімізді осылай кесеге салып, тарелкеге салсаңыздар дөңгелек болып әдемі көрінеді. Жанына подливкамызды саламыз. Дәл осы кезде семга стейгіміз де пісті. Піскен кезде беті осылай ағарады екен. Ешқандай сыр қосқан жоқпын. Ал енді балықтарымызды тарелкаға салып, одан бөлек қасына қиярды турап қойдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал мен балықтарды Рокос Фиш парақшасынан тапсырыс беріп алдырдым. Скумбрия балықтары, селедканың 3 түрі, одан бөлек қызыл балық және жаңағы тамақ істеген семга стейк балықтары. Айтпақшы сіздерге тамағымның дәмін айтпаппын ғой, өте керемет болған. Мына балық деген өте жұмсақ, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де парақшама тіркеліп мені қолдап қойыңыздар. Всем пока.